Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Мен Жақсылықова Ұлбосын, Сырдария аудандық номер 2 филиал кітапханасының тұрақты оқырманымын. Сіздерге елімізге белгілі ақын, жазушы, аудармашы Қадыр Мырзалиевтің 85 жылдығына орай Қадыр Мырзалиев атамыздың бір өлеңін оқып берсем. Тағдыр темір таяқты, қашан бізді аяпты, уақыт қысқа тұсаудай аттатпайды аяқты. Жазамын деп өнімді, жұқарттым мен кеңімді, жұмыс ағаш желімдей жібермейді қолымды. Елге беріп ойнауды, ермек қылдым ойлауды, қай кезде де осылай аяқ қолым байлау. Есімде сол күн, мен сені көрдім, құрбыңмен келдің, сәнденіп, нұрындай күннің, жымиып күлдің, көңілде тұрдың, әдемі ән болып, өртеніп жандың, тербетіп балмың, мен неге бардым сол кешке, күйіне